ұшып кетіп жатыр ғой, Медико. Күшті ма? Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде қазір түнгі сағат примерно 10 болып қалды, Қыздардың іші пысты. Үйде іштері пысып, қазір Медикошын шомылып алды. Қазір шашын көрсетші, Медикошын шашы осындай ұзын. Уже мектепке барады, шашын өсіріп жатыр. Милананың шашынандай. Екеуі қазір шомылып алды, душқа түсіп, рахаттанып. Бассейн болған жақсы болды ғой бұларға, күнде шомылады, рахат. Достар, кімнің шашы ұзын комментке жазып кетіңіздерші, кім шаш өсіргенді жақсы көреді? Медикош жақсы көреді, бізде қырқайық десең қырықтырмайды. Қазір енді іштер пысып, бұлар үйде кино театр ашамыз деп шештік, Қазір магазин керекті анау-мынау алып келіп аламыз. И достар, біз бүгін үйде өзіміз қолдан рамион жасаймыз. И бізде, білесіздер ғой достар, бұрыннан бері бізде проектор бар. Проектормен қазір үлкен қылып, кинотеатр қылып, қазір әдемілеп дастархан жайып, күшті қылып, уақыт өткізетін боламыз. Сіздер осы видеоны қолда соңына дейін көріңіздер, және де осы арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Достар, кино көрген дұрыс па, или мультфильм көрген дұрыс па, сіздер комментке жазып кетіңіздер, қандай қызықты нелер көруге болады. Достар, біз, магазинге келдік. Ажин рамион жасайтын. Қандай аламыз? Бульдак деген қандай? Корейский ма? Или нома? Нау бар екен. Давай таңдасаңдаршы, бір екі-үш түрінен таңдаңдар. Араластырып істейміз ба? Дәмі бір түрлі болып кетпей ма? Қандай рамиондар бар екен. Баранина, тушенная бар екен. Босанда ше Меди? И наяқтан маңдайлары бар екен. Корейскийлары бар екен, аңғарыңыздар. Маңдай бар екен, шені ашшы сияқты ғой. Кимчи, чиз. Медина бізден андай сырный жақсы көреді ғой, Медина. Сырныйдың дәмі ұнамайды бірақ маған. Қан? Мынау корейский. Осындайдың аламыз ба? Бұл мынандай дағысы бар, қайсын аламыз? Біз рамион қыламыз, осындай дағысын ала береміз, мынандай дағысын. Аш емес қой, қоямыз. несі бұрылды? Достарынан қараңыздар, супермаркетте кішкентай не жүр, құс жүр. Қандай құс екен білмеймін. Ұстай алмай жатыр, шығамай қалған ғой дейме? Медикош көйттім. Мен ұстайын деп едім, болмай қалды. Үшіп кетті. Бармачку? Ана отыр. Міне, қараңыздар. Ой, үшіп кетіп жатыр ғой, Медико. Үшіп кетті. Біз магазиннен керек заттарды әкеп алдық. Осындай чипси алдық. Кола и рамионға нелер? Құдай, роллтын алдық. И осындай не алдық біздер? Нан алдық. Не дайындаймыз? Бургер дайындаймыз қазір. Өзіміз үйден домашний бургер дайындаймыз, Как раз төртеуімізге төртеу екен. Біз үйде Жанель бар, Мына жақта біздің рамионымыз дайын болып қалды. Қазір бір минутқа қоямыз, и потом бетіне сырын себеміз, болды, сонымен біздің рамион дайын. И мына жақта бізде, мына жақта бургеріміз дайын болды. Пока екеу дайындады, қыздар жейм деп аса дайындаймыз. Бізде төртеу алғанбыз, И чипсімізді мына жаққа қойып қойдық қазір. Медикош пен Милананың осындай бакалдарын шарық қойдық, әдем бакалдарын. Медикош бізде неқта дайындалып жүр. Проектті залға барып қоса беріңдер, Қазір залда. Залға қоса беріңдер. Уже дайын болып қалды почти. Суды апарыңдар, бакалдарды апарыңдар. И бізде осындай бургеріміз дайын. Үйде дайындалған, үйдегі бар заттан дайындалған. Котлет жоқ, но колбасамен жасай салдық, домашний. Чизбургер дейміз, еден сондай бургеріміз дайын біздің. Милана, жейсің ба? Жан. Достар, біздің кинотеатрымыз осындай болды. И мына жақта бізде үлкен осындай проектор. Милананың қолы көрініп отыр. Мына жақта үлкен проектор, бір кәдімгідей бір сценаны алып тұр, отырсыздар, қараңыздар. Қазір осыдан ютубтан қызықты кино ма, мультик па көреміз енді. Ұнап жатыр ма сендерге? Күшті ма? Мына жақта бізде чипсы, бургер, суымыз бар. И сосын бізде мына жақта рамион, достар, мына жақта анық көрініп тұрған жоқ, дұрыс. Бізде рамионымыз сырмен, сырный болған екен, сөйтіп көрініп тұр түрі, достар.
Жедің ба сен? Күшті ма? Не көреміз, Милана? Мультик көреміз ба? Жаңадан шыққан қандай қызықты мультиктер бар, давай қояйық та. Қоямыз, я? Тышқан жеп жатыр. Бізде тышқанның қаны ашқан. Милана деген тышқан. Ал жеп көріңдер, дәмін көріңдер. Қазір оған дейін біз ана нені қоса береміз, тауып. Дәмін көріңдер. Күшті ма? Дәмді ма? Оча біша естеген. Рамен жемей қойында, бірақ кішкене нелеу, ашылеу. Сендер рамен жамайтын жарсыңдар. Дәмді ма, ұнады ма? Күшті ма? Жәйел істе отсын. Жәйел батарейкасын ауыстырып. Жәнел енді сен қызықты бір нәрсе қой енді. Менде қызықты ондай кино ондай көрмейді екен менше, шыны керек ше, ондайлар сен қызықпайды екен да. Қазір қандай кино трендте оны білмейді екен. Бізді қыздардың қарындары ашық қапты. Қарындарың ашық қалды ма? Достар, біздің проекторымыз қосылмай тұр, осылай YouTube деген жазылу тұрғанына 10 сағат болған шығар. Істемей тұр, неге өйтіп жатқан? Или телевизорден көре саламыз ба? Алдымызда телевизор тұр ғой. Телевизордан көреміз ба, Милана? Және сөйте саламыз ба? Потому что проектор міне үстіп тұр. Жарты сағат болған шығар үстіп тұрғанына. Қосылмайды, өшіріп қосып, істеп тұрған жоқ. Неге өйтіп қалған білмеймін. Папамыз келсе жөндетіп аламыз енді. Давай өшіріп енді нені қосасақ? Телевизорды қосасаңдар. Адам болмай тұр. Айтпеймін, көріп істеп тұрған проектор ғой, білмеймін, неға бүйтіп жатқан. Достар, біз жейтінімізді жеп үш. Енді біз телевизордан Рио мультфильмі екіншісін көрейін жатырға, Милана? Милана, сама аузын ал. Медикош бургерін жеп апты. Қызық болып жатыр ма? Медико қарап бетін бәрі чіпсе аузының барлығы. Қазір біз Рионың екіншісін көрейін жатырмыз. Кім көрген достар, комментке жазып кетіңіздер. Қызық па, қызық емес па? Көргенге стоит па, не стоит па? Жазыңыздар. Тез. Рио көреміз, давай қосыңдар. Екіншісін. Мен біріншісін көргем, бірақ біздің Медикош пен Милананың біріншісінде көрмеген. Медина көрген болуы мүмкін. Медина көрген. Давайте екіншісін көріп. Кел, Милана, сен мен қасыма отыр, мына жаққа кел. Мен қасыма отыр, мына жаққа қарап көріп отырам. Кел. Достарына мультфильм өте қызық болып отыр. Бірақ мен жақтан Милана ұйықтап қалды ма, Милошка? Милошка ұйықтап отыр. Достар, бүгінгі біздің осымен кинотеатрымыз аяқталды. Мультфильміміз бітті. Қызық екен, я? Медина, ұнады ма саған? Қызық па? Медикоштың құсы келіп шыдай алмай жатыр. Қызық болды ма, Меди? Көрмегендер болса, көрсеңіздер болады. Рио екінші несі қызық екен. Бізде Милана ұйықтап қалды ғой. Жаным. Қызық болды. Енді келесіде біз машинада ма, или крышада, или подъезде қай жақта кинотеатр құрайық? Сіздер жазып кетіңіздер комментке, я, достар? Және лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ал? Машинада істейміз ба? Достар жазсын, давай, кім көп дауыс жинайды, қандай комментарий көп жазылады, и соны біз міндетті түрде түсіретін боламыз. Давайте, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.